Бәйге ойынын жасау үшін алдымен осындай суреттерді шығарып алып, оны ламинаттап, содан кейін қайшымен қиып аламыз. Фонға қажетті суретімізді интернеттен іздеп тауып, Wordқа саламыз. Оны қалауымызша үлкейтіп, 4-5 таблица қоямыз. Таблицаның сызығын түсін өзгертуге болады, көлемін өзгертуге болады. Мен көк түсті таңдап өзгерттім. Төменнен жоғарғы қарай өз суретімен сандарды жазып шықтым. 5 сан, 5-ке дейін. Оның көлемін үлкейтіп, түсін өзгертіп алсаңыздар болады. Қағазымыз дайын болды, осыны шығарып аламыз. Сандарды өшіріп, 5-тен кейін 6-дан 10-ға дейінгі сандарды өз суретімен жазып, астан бастап оны шығарып аламыз. Осылайша 20-ға дейін сандарды шығарып аламыз. Сандардың бәрін шығарып болдық. Таблицаны өшіріп, сандарды өшіріп, бос фонды шығарып аламыз. Бір бет. Бұл қағаздардың шетіндегі артық ақ сызықтардың бәрін қиып тастаймыз. Және де барлығын ламинаттап шығамыз. 20 деп тұрған санның жанынан 3 тесік жасаймыз. Және бос фон қағазды ортасынан 2-ке бөлеміз. Қағаздарды рет-ретімен бір-біріне жабыстырып шығамыз. Трубочканы қиып алып, аттарын артына жабыстырамыз. Жіптің өту үшін, оңай болу үшін. Бірдің астындағы қағазды да тесіп шығамыз, жіпті байлау үшін, ұстату үшін. Және де бір жіңішке жіпті алып, оны қағазда өткізіп желімдейміз. Трубочкадағы атты осылай жіптен өткізіп аламыз да, жіптің екінші жағын желімдейміз, тесіктен өткізіп. Және 3 атты да осылай өткізіп аламыз. Ермексазды жұмсартып, осы жиманың жоғар жағына мәреге қарай қойып, оған тудыққа да қоямыз. Және кез келген кубикпен ойнай берсе болады. Ойынымыз басталды, міне бәйге жарысымыз басталды. Қандай сан түседі, кубикті лақтырған кезде сол санап, атты алды қарай жылжытады. Екінші номердегі баламыз
қайсы бірінші туға бірінші жетеді, қай ат сол жеңіске жетеді.